Hi. Hi. Сәлем. Бүгінгі біздің тақырып present simple. Present simple қай кезде қолданамыз? Present simple'да біз күнделікті өміріміздегі тұрмыс тіршілігімізді сипаттаған кезде қолданамыз. Күнде біз не істейміз? Күнде жасап тұратын істеріміз, іс-әрекеттеріміз, ол біздің тұрмыс тіршілігіміз, иә? Біз күнде не істейміз? Біз күнде ұйқыдан тұрамыз, тісімізді жуамыз, таңғы ас ішеміз, одан кейін біз сабаққа, жұмысқа барамыз, келеміз, кешкі асымызды ішеміз, сабақ жасаймыз, келесі күнге дайындаламыз, тісімізді жуамыз, ұйықтаймыз, сосын келесі күні қайтадан қайталануы мүмкін. Сонда тұрмыс тіршілігіміз, иә, осы біз күн сайын не істейміз? Қандай іс-әрекеттер атқарамыз? Күн сайын апта сайын не істейміз, ай сайын не істейміз, жыл сайын не істейміз, қайталанып тұратын біздің тұрмыс тіршілігіміз. Осы туралы сөйлеген кезде біз present simple'ды қолданамыз. Present simple'дың формуласы болымды сөйлем болған кезде subject plus verb. Subject ол бастауыш, кім, не деген сұраққа жауап береді. Verb етістік, иә, не істеу, қимыл қозғалыстар. Байқасаңыздар, to be жоқ, иә. Алдыңғы сабақты жақсы ұйғарған болсаңыздар, не үшін to be жоқ? Соған жауап бересіздер ма? Иә, to be жоқ, өйткені бұл жерде етістік бар бізде енді. Verb бар, to be жоқ. Subject plus verb. Сонда, мысалы, мен күнде не істеймін? Мен күнде жұмыс істеймін, иә. Қалай айтам? Кім, I, не істеу? Work. I work. Болымсыз сөйлем болған кезде subject, don't, одан кейін verb. Subject тағы да кім, мен жұмыс істемеймін күнде. Don't деген не бәле? Don't деген ол аударылмайды, мағынасы жоқ десек болады, ол көмекші. Present simple'дың көмекшісі. Бізге ол көмектеседі болымсыз сөйлем құрастырғанға. Сонда, мен жұмыс істемеймін деген ол I don't work. Сұраулы сөйлем болса бірінші орында do, одан кейін subject, одан кейін verb. Do деген не? Көмекші. Бізге сұрақ қойғанға көмектеседі. Сен жұмыс істейсің ба десем, do you work? Қысқа жауаптар yes I do, no I don't. Енді формула кішкене өзгеріп кетеді. Сәл ғана. Егерде subject'тың орнында she, he, it тұрса. She, he, it. Мысалы, болымды сөйлем болған кезде subject plus verb s. S деген қосымша бар. Ja? Мысалы, I work деп айтам, артық ештеңе жоқ, subject plus verb. Бірақ, егерде subject'тың орнында I емес, she, he немесе it тұрса, етістігіме s деген қосымша шалған кетеді. Сонда, ол жұмыс істейді, she works. Works. S. Болымсыз сөйлем болса, subject plus doesn't, содан кейін verb. Көмекшіміз бізде енді doesn't деп өзгеріп кеткен. Осы жерде verb-қа s керек жоқ. Ол ана doesn't дегендегі сөздегі соққа кетіп қалды деп ойласаңыздар болады. Сонда ол жұмыс істемейді. She doesn't work. Сұраулы сөйлем болса бірінші орында көмекші. Осы жолы does. Одан кейін subject, сосын verb. Ол жұмыс істей ма? Does she work? Қысқа жауап yes, she does. No, she doesn't. Болды. Осы present simple сіздерге не жаттау керек? Қолданысын жаттау керек. Қай кезде қолданамыз? Иә, күнделікті өмірдегі тұрмыс тіршілік. Формуласы қалай? Жаттап аласыздар. Формуланы жаттау не үшін керек бізге? Өйткені сөйлеген кезде сол формулаға сөздерді қоя саласыздар, сіз сайрап кетесіздер. Болды. Жаттыққан кезде қиналасыздар басында. Subject, verb қою керек деп отырасыздар, қиналасыздар біраз. Сұрақ құрастырған кезде сұрақ қойып, болымсыз. Бірақ одан кейін солай жаттығасыздар. Содан кейін автомат болып кетеді. Ойланбай сөйлей бересіздер. Сол үшін, сол дәрежеге жету үшін басында қиналасыздар.
Енді жаттығулар жасап көрейікші. Көбінесе қате келіп тұрады ана she hit болған кездерде. She hit деген ол мысалы мен өзімнің сіңілім туралы айтқым келіп тұрған шығар, иә? My sister. My sister деген ол ғой, ол. My sister. She, иә? Сонда менің сестрам күнде сабақ оқиды, иә? Сонда мен қайтып айтамын. She studies. Жалған тұр, иә? She studies. Немесе my sister studies деймін. Кім? Бастауыш қайда? Subject. Кім? My sister studies. Әш жалған тұр. Өйткені my sister деген ол she ғой, иә? Соған мән беріңіздер. Сосын тағы бастауышқа қараған кезде ол көпше түрде тұр ма, жекеше ма, соған да мән беріңіздер. Мысалы, орындықтар, немесе орындық chair, орындықтар chairs. Мысалы, орындық тұрады мынанша теңге. Не істейді? Тұрады, бағаланып тұрады, иә, неше теңге тұрады. Мысалы, this chair, мына орындық, иә, this chair costs 500 теңге. Subject қайда? Кім не? Chair. Yeah, this chair. Chair ол subject. Содан кейін мен costs дедім. Cost деген жоқпын. Costs дедім. Тұр. Costs. Неге? Өйткені мына жердегі chair, бірақ тағы, иә, chair. Оны қай сөзбен алмастырамыз? I, you, she, he, it, we, they. I ма? Ол мен емес қой, орындық. Ол, иә, жансыз зат. It, бірақ тағы. Есте бар ғой, иә? She, he, it болған кезде формула өзгереді. Verb'тің жанында қосымша бар деген. Сол үшін it costs, ол тұрады мынанша теңге. The chair costs. Егерде chairs, орындықтар болса, these chairs cost 1000 теңге, 1000 тұрады, иә? These chairs. Chairs деген ол қандай есімдікпен ауыстырамыз? I, you, she, he, it, we, they. It болмайды, ол бірақ тал емес. Қазір chairs болып кетті. Олар мынанша теңге тұрады, иә? Chairs. Сонда ол they ғой, иә, ағылшынша. They болған кезде формула өзгере ме? S деген жалған емес ма? Жоқ, ол she, he емес демек, жай ғана subject plus verb. These chairs cost 1000 теңге. Сұрасаңыздар, бұл тұрмыс тіршілігі ма, мына орындықтың десеңіздер, иә, ылғи да солай тұрады ғой, иә, күнде өзгермейді, қайталанып тұрады, иә, present simple-ға жатып кетеді солай. Міне, осындай жағдайға мән беріңіздер. Қате жүрмей қалу үшін subject-қа мән беріңіздер. Subject-қа қараңыздар, бірінші тауып аласыздар, сөйлеміңізде кім не деп тауып аласыздар, одан кейін қарайсыздар, ол көпше ма, әлде жекше ма, she, he, it па, әлде қалғандар ма, соған байланысты қателер болып қалуы мүмкін. Енді былай жаттығыңыздар. Сөздер тауып алыңыздар, етістіктерді, иә, күнделікті тұрмыс тіршілікке байланысты. Тіс жуу, тамақ ішу, далаға шығу, достармен кездесу, wake up, get up, have dinner, have lunch, go to work деген сияқты сөздерді бәрін тауып алыңыздар, жаттаңыздар. Содан кейін айтып көріңіздер өздеріңізге, иә, күнде не істейсіз? Мен I wake up and then I have dinner, I have breakfast, иә, деп айта бересіздер. Содан кейін жаттық көріңіз, сұрақ қойған сияқты. Сен күнде түсініп жүрсің ба? Do you brush your teeth every day? деп өзіңізбен сөйлесіңіз. Достарыңыз бар болса, достарыңызбен бірге, немесе телефонмен хабарласып, я звондасып, жазып, аудио жіберіп. Бізде қазір көп мүмкіндіктер бар жаттыққанға. Менде ешкім жоқ деп қалмаңыздар. Жолдар өте көп жаттығуға. Мысалы, осы бейненің астына жазсаңыздар болады қазір біреумен сөйлесу үшін. Коммент жазсаңыздар, иә, сұрақ қойып басқалармен сөйлесіп кетіңіздер. Бірақ егерде ялам деген болса, өзіңізбен сөйлесе тұрыңыздар.
одан кейін ұялу туралы снэзап туралы мен әлі бір бейне шығарамын. Болды, егер де осы бейне ұнаса, лайк, басқаларға бөлісіңіздер, менен басқа сабақтар көріп тұрғыңыз келсе, осы каналға жазылыңыздар. Және де мына жерде қоңырау тұрады, сол қоңырауды басып қойыңыздар. Сол кезде менің бейнелерім шыққан кезде сіздерге соткаңыз немесе компьютеріңіз айтып тұрады: келді жаңа сабақ, жаңа бейнелер, бірінші көру үшін. Осындай жағдай. All right, see you